Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында сіздерге мен 5 литр шырын әзірлейміз. 3 дана апельсин қажет болады, лимон қышқылы қажет болады, шекер 300 граммдай қажет болады, 5 литр су. Барлығын жақсылап жуып алып, сүйегін алып тастап, сыртқы қажуркасымен бірге блендерге бөліп салып тастаймыз дағыны. Үстінен лимон қышқылын сығуды ұмытып кетпеңіздер. Шекерімізді салып, блендердің бетін жауып, жақсылап пюре тұнбасына дейін езгіндейміз. Сосын ол езгіндеген тұнбаны алып 5 литр суымызға құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып, міне жазғы уақытта таптырмайтын, үй жағдайында дәмі керемет болып шығатын апельсин шырыны. Сіздер де жасап көріңіздер.